Сәлем менің құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгінгі жазам деп ойлаған жоқ едім, бүгін табы аяқ астынан болды. Кешегі суббота күнге, сенбі күнге жазылып қойған едім ғой, сағат 2:30-ға мен анау айттым ғой, жақсы бір стоматологқа деп. Сосын неге барып анализ тапсыруымыз, аллергияға проба жаңағы анестезияға не істеуіміз керек еді бүгін. Күйеуім айттым да, суббота күні баратын болсақ, давай ертең жұма күні барып істейік дедім да жаңағы пробасын. Сөйтсем күйеуім мақұл деді да, сонымен отырғанбыз ғой. Сөйтсем жаңа маған жазып жіберіпті. Кешіріңіз, суббота күні қабылдай алмаймыз, врач кетіп жатыр, басқа жаққа срочно басқа врачқа жазайын ба сізді деп не қойыпты да маған. Сосын мен айттым, мен сонша уақыт күтіп басқа врачқа жазу үшін күттім ба сіздерді дедім да. Короче, сіздерге сеніп отқан ем, анау мынау деп жаздым да. Разочарована бір нәрсе деп жаздым ғой, короче. Сөйтіп үйдің жанында бір Хаят деген стомат, мына жақ назарымды аудара береді да, қазір өшір сәл даусын жай. Қызым шоколад жеп жүр ғой, түс ауыр. Сонымен жаңағы Хаят деген клиника бар екен. Бармайын, сол воскресеньеге дейін күтейін десем, бүгін түнімен ұйықтай алмай шықты. Қайта мәме деп мәме сұрап шықты. Сол ауырып жатыр ау деймін, өйткені ірің тұр ғой, ірің тұрғаннан кейін ол міндетті түрде ауырады деп ойлаймын да. Сонымен жаңағы үйдің жанындағы 600 метр бізден сол жерге жаздым. Ол алды жазған кезінде, қабылдаймыз 2 жасар балдарды, консультацияға келіңіз деген ғой, сол күйде қалған еді. Өйткені көп адамдарға жазып тастадым ғой мен. Сонымен не керек, сол жерге жаздым қайтадан. Жоқ, жазған жоқпын, прямой звондадым. Осындай жағдай болып тұр, мен басқа жерге жазылған ем, мені подвайт етіп тұр. Маған срочно керек, ешқандай анестезияға тапсырған жоқпын, қабылдайсыздар ма деген ем. Жарайды, келіңіздер, өзіміз істейміз пробасын деді. Сонымен әр тіс қаншадан жыластар десем, 5000-нан жоғары қарай дейді. Одан кейін барып 5000-нан жоғары қарай жұламыз дейді. Сағат 7-де келіңіздер дейді. Қазір сағат 5:30 болды. Енді тағы қанша? 1,5 сағаттан кейін 5:30, 6:30 енді 1,5 сағат ғой. Есеп білем арасында. Барамыз сол жаққа, сол үшін шені тұрыңдар, етте келтіріп алайын енді. Үстің бәрі бітшіт болды ма? Бітшіт дейді ғой. Қазір мынаны сүртейін, шоколад берген. Қызым айтып отырмын да, тәтті жеп ал деп, жерді баса алмайсың ғой, жердің бәрі ойыншық. Қызым айтып отырмын ғой, тәтті жеп ал деп ше. Қазір тіс жұлдырғаннан кейін. Кішкене биби крем жағып жіберейін. Кеше мынандай нелерім көп еді, мынаның ішінде 4-еу ма сондай мыналарға берген ғой, жыламасын, ойнай тұрсын деп. Сөйтсем бәрін спонж. Не дейді? Beauty blender дей ма? Бәрін етіп тастаған ғой, 2 бұзық бар ғой. Жыртып, тесіп, тістеп лақтыра берген ғой. Ана алдана тұрсын, кішкене жыламасын деп кешемет, қашан видео жазғанда берген едім. Сөйтсем, айырып тастаған ғой. Бір етте косметикам жоғат, ойдан қашқан, қырдан қашқан косметика ғой бәрі. Сосын атасын әлет бір косметика алайын дедім да, корейский косметикаға заказ берген ғой бәрлығына. Ну, керек, самый необходимый ше. Екеу бітшін шығарып тастады ғой. Қанша мыңға алған. Әжептеуір ақша ғой, бүйтіп майда шүйдеден ала берсеңші. Бағалары нормально ғой. Енді соның қалған құтқанында болғанда жаңа ғой, жаңа. Мына екеу қиратып тастаған, соның қирағанын істеп жатырмын ғой. Сөйтіп енді қазір сол жерге барамыз. Сол жерге баратын боламыз. Барып жұлдырсақ жұлдырып, көріп, врач қандай, если жақсы болса дальше солған емдетіп
Бүгін енді жылдырамыз ғой. Ары қарай уж көреміз. Сөйтетін боламыз. Осы қазақтар бекер айтпаған ғой. Күніңді милиция мен врачқа салмасын деп ше. Білмеймін, қазақтар деп қойым, кім айтса да айтайын. Кім айтса да бекер айтпаған. Милиция мен врачқа салмасын деп күніңді. Айтпаймын енді барлығы жаман деп, но басым көпшілігі. Басым көпшілігі ақша үшін істейді да. Басым көпшілігі парақор, милиция қызметкер, полиция қызметкерлері, дәрігерлер, осы көрдік қой өзім күнімді оларға түскеннен кейін қайта-қайта білемін ғой айтып атқанын, сол үшін айтпасам. Просто так айтпайсың ғой. А милицияны бәрі біледі ғой, ешкімге жасырмайсыз ғой. Ай, қобылан неге тисе бересің, тыныштық берші қызға. Күн бермейді ана қызға бар ғой, шұқи береді, тисе береді, ойнатпайды. Қандай ойыншық алады, соның бәрін ақ қоя береді қолына. Жарығым, кел. Жаным, қазір барып тісіңді фук қыламыз. Фук қып тістаймыз тісіңді. Әйтеуір жақсы врач болса екен, не құдай, түнде де Алладан жалынып сұрадым азанда. Енді болған нәрсенің бәрі жақсылыққа дейді ғой, может оған бармағанымыз да бір жағынан, может білмеймін ғой, енді кім біледі, бір Алла біледі. Кетші бар, ұрсып тұр маған нан жина дейді. Алсай өзін жіберсей, ал жібер. Шоколадын тастап кеткен ғой, соны ал дейді мына. Отыр ожайын, шаша жина дейді, шашпа дейді, ұрат. Жаным. Мынау ана балам, қызым Бауыржан сияқты ғой. Ек қойың көрсем ешкім тегінде, балам пысық. Жинап сөйтіп, ұрсып тұр әлі. Жинап сөйтіп тазалап жүреді артынша. Айгөркемге қотыр ожайын. Айгөркем шашса, осының артынан ұрсып жүреді, жина деп ұрып жүреді. Әлден сондай білмеймін. Бауыржан бүйтеді ғой, ойбай, кейін қатын өлтіретін шығар дейді. Байғұс қатынға күн болмайтын шығар деп күлеміз ғой екенбіз. Балам қойсай. Әлі ұрсып жүр. Кетші бар, менің қызымда нем бар? Өзің қызсуда сосын. Жол бар. Тағы ұрсаң не қылады ғой? Қапа болады. Дәрігер мен милицияға күніңді тудырмасын дейді. Қазір шкафты құлатасын. Шкафты құлатасын деп мұғы, телефонды құлатасын дейді ғой. Баяғыда бір осы тұста бір орайы кеп тұрған әңгіме ғой, енді айтып кетейін. Осы тұста бір әңгіме айтып кетейін да. Менің ең кішкентай туған сіңілім бар 2000 жылғы. 40 жасқа келіп, 40-тан асып туған мамам. Өзі кішкене аурушаң болып туылды. Ауру болғанда дені бәрі сау ғой, просто үф деп үрлесең грипп болып қалатын да, тұмау болып қалатын. Әйтеуір соны бар ғой, ойшым кішкентай кезінде арқалап анда, мұнда, уколға сүйреп өсірдік қой, общем. Өзім қысы жазы арқама сабалып укол салдыруға апаратынымыз. Жеңгелеріміз ауылда енді медсестра сондай болып істеді, солардың үйіне алып баратынбыз. Сөйтіп өсті ол. Сөйтіп, ол туылғаннан кейін жаңағы врачтар кіндігін дұрыс байламаған ғой. Дұрыс байламаған ба, общем, инфекция түскен ба, нақты ұмыт қалдым қазірші. Содан кейін жаңағы кіндігінде грыжа пайда болды ғой оның. Кіндігінде грыжа пайда болды да, ана кіндігі бүйтіп ісіп тұратын, басатынбыз, бызыз деп кіретін да, қайтадан шығып сондай болып тұратын кіндігі ше. Балам, қойсай! Ой, Алла, деймді, бұлар әтеге істей ма? Білмеймін ғой, уже шашадым мен бар ғой,
именно мен видеоны қосқан кезде қасымнан жабысып қалады да бастайды ғой бәленің бәрін ше. О, Алла, пожалей мой разум деп айтамын ғой постоянно ше. Сабыр, сабыр, сабыр деп. Мына бір бәлені сызып алмасам, сөйлемей тұрып. Қазір сызып алайын, сосын қой. Сіздің қайтер, үнемі екі түрлі болады, осы көзім бар ғой. Мына, тем более, мына жерде не болғаннан кейін, вообще екі түрлі болып кетті. Адамда негізі всегда асимметрия болады ғой, бір жағы басқаша, кішкене қысықта, бір жағы басқаша болады. Симметрия болатын ол өте редко шығар. Мына көзіммен құлағаннан кейін вообще басқаша болып кетті. Қабағымда. Еще возрастной не бар, табақтарым созылып не қылады. Жаққан кезде неудобно да ше. Содан жаңағы сіңлем Гүлжасымен сөйтіп ойнайтынбыз ғой біз. Сөйтіп кейін бір күні ол қатты ауырып қалды. Ауылда ағайын ағамыз бар еді, хирург болып істеген. Сол кезде ол ауылда еді, әйтеуір білмеймін, бір жағдайлармен ауылда жүрген, жұмыс істемей жүрген да. Мамам жүгіріп соны шақырып келіп көрсеткен ғой. Қыз сылқ түсіп жатқаған үшін. Енді симптомдары шығады ғой, там білмеймін, температура көтеріле ма. Сөйтіп жатқаған көрсеткен, сөйтсе жаңағы ішін басып көрген да. Айтқан ғой, мына қыздың жаңда ішегі байланып қалған. Общем, жақсы білет та, ол өзі Қарағандыда қызылмен бітірген, сондай. Жақсы маман. Бірден айтқан, мына қыздың ішегі байланып қалған, ішінде түйіліп қалған, общем. Қазір мынаны тез апарып операция істемесеңіздер, бүгіннен, ол кеш уақытысы болған. Бүгіннен қалдырсаңыздар, онда өлет деген ғой қыз. Мен мамам деген әкем ол кезде, әкем жұмыс істейтін, бір апталап, екі апталап жұмыс істейтін, үйге келмейтін да, общем. Жоқ, әкем как раз сондай жоқ болған үйде. Сол кезде мамам деген жүгіріп, жаңағы әкем інісі айттым ғой бір видеомда, Мерхан деген інісі бар. Сол ағама жүгіріп барған. Оның машинасы бар еді, астында сары Жигули ма сондай бар еді ол кезде. Қыз 2 жасар ғой. 2 жасар, не ары кетсе 3 жасар. Кішкентай, менің қызыммен жасты үшін. Сіңлім да ол кезде. Сонымен жаңағы мама екеуі салып алып ат кеткен ғой қалаға. Сөйтіп қалада қай больница екенін білмеймін. Городской больница ғой әйтеуір. Қалаға больницаға апарған, областной ма, білмеймін. Сөйтіп апарса жаңағы врач көрген да, енді операция істеу, я сондай, в общем, подтвердить еткен, операция істеу керек, анау мынау деп ше, ол да сөйтіп. Сосын осындай болады ақшасы деп сөйткен. Сосын мамам айтқан, ондай ақшам жоқ менің. Қазір бір тиынсыз кеткен ғой, үйде ақша болмаған, ақша жоқ сонымен. Айтқан ғой, күйеуім жұмыста. Ол кезде сотовый телефон деген жоқ. Күйеуім жұмыста, күйеуім не қылады? Күйеуім береді, сіз істей беріңізші. Азанда келіп ап келеді, табамыз қазір, мына қайнымды жіберем, тауып келеді деп сөйткен ғой. Сөйтсе врач айтқан ғой. Жоқ деген ғой. Жоқ. Ақша әкелмей істемейін деген ғой. Ана мал. Енді оны басқаша айта алмаймын, оны адам деп айта алмаймын да. Балам, жаппа наны. Мен есігін ашып қойып видео не қылып жатсам ғой, ішіне телефонды қойып қоямын ғой. Удобно, да? Сөйтіп. Тихо, тихо! Сонымен не керек, врач айтқан ғой? Жоқ, ақшасын бересің, ақшасын бермей, істемейміз деген ғой. Істемеймін деген ғой, өлсе өле берсін деген ғой, короче, одним словом. Сонымен мамам жылап, Абир болғанда сақинасымен сырғасы болған ғой үшін, алтын. Сөйтіп айтқан, онда күйеуім келгенше, сіз мынаны ала тұрыңыз залогқа деген ғой. Сөйтсе, я деген ғой, намал. Сөйтіп қазан үшін тастап келген. Мынау нандай ғой, нандай точилка ше. Бір жағында жіңішке карандаш,
қасқа жағатын корейский карандаштар бар ғой, жіңішке, соны точить ететін, бір жағында жуаны. Бірақ шатастыра берем, қайсы екен. Жарайды, істей берші. Сөйтіп жаңағы не қылған ғой? Алтын берген, сөйтіп алтын алғанда ана врач сымақ. Алтынды алғанда ана врач сымақ не қылған ғой? Орап, қалтасына саған ба, шкафқа саған ба, точно білмеймін. Сонымен операцияны бастаған. Операцияны істеп, операция удачно шыққан. В общем, кейін барып азан болған өйтіп, сонымен азанда әкем келіп, ақшасын әкеп берген. Тауып келген, в общем, інісі. Сөйтіп ақшасын берген. Әкем тауып келген ғой, азанда келіп ақшасын берген. Жан, кім саған? Қоблан ба? Қоблан, ұрам. Привет деш? Привет. Жаным, красавицам. Не берейін саған, айтшы? Не берейін саған? Қазір. Сөйтіп, әкем келіп ақшасын берген, алтынын қайтарған. Сондай адамдар бар деймін да, оларға адамның өмірі бір тиын. Мына өмір бар ғой, просто так адамға берілген жоқ та, бұл өмірдің барлығы сынақ. Саған Алла тағала байлық береді, бақ береді, әркімге әртүрлі нәрсе береді, әркімді әртүрлі нәрсемен сынайды. Сен қалай өзіңді көрсетесің, мысалға ақшаң болса, сенде қолыңда мүмкіндігің болып тұрса, адамдарға көмектесесің ба, адам боласың ба, айуан боласың ба деген сынақтар ғой енді. Бұл өмірде де істеген нәрсенің несін аласың, ана өмірде де аласың ғой, не істесең деші. Сол, оған кәміл сенемін, екеуі қайтадан төбелесейін деп отыр. Балам, ары ойна. Солай, ешкімді қарғап, ешкімді жазғырмаймын. Алла өзі көріп тұр, Алланың көзі түзу болсын. Қазір сөйтіп әркім өз жазасын алады. Бауыржанға үнемі айтып отырамын мен, қолыңнан келсе көмектес, кісілігіңді көрсетпе, алдыңа көмек сұрап келген адамдарға көмектес. Бұл өмірде болмаса да ана өмірде қайтады деп, оның өзі ондай адам емес, қол ашық сондай ғой. Одан кейін сол сіңілім өскеннен кейін соны біледі ғой, әңгімені естіді. Сол кезде айтқам оған, өзі айтатын, мен кейін врач болам, хирург болам, микрохирург болам дейтін. Сол кезде айтатын, кім болсаң да, өскенде қандай маман иесі болсаң да, бастысы адам бол. Адамдарға көмектес, қолыңнан келіп жатса, адамдарға көмектес. Бояуым қайда? Білмей қалдым ғой. Қолыңнан келіп жатса, адамдарға көмектес деп айттым да. Сөйтіп, иә деген ғой. Енді қазір хирург болмаса да, сол медицинаны бітірді, медакадемияны. Қазір таңда магистратурада оқып жатыр. Есіңнен шығып кетпесе айдын, сол сөздер. Қандай маман иесі болсан да, кім болсан да, бір-біріне көмектес, адам баласына көмектескен дұрыс деп ойлаймын. Адамның күні, адаммен бізде өзімізде туысқандарда бар, туысқандар бар да, атын атап түсін түстемей ақ қойын. Боқтан шығып алып, көтерілгеннен кейін қазір адам баласын не қылмайды да ше. Өзімнің туған ағам екен, туған бауырым екен деп жүргендер бар ғой. Қазір түрлеріне де қарағым келмейді, амандасқым да келмейді, бірақ Алла кешірімді бол дейді ғой. Ішімнен кешіріп қойғанмын, бірақ жаңағыдай шынайы бет пердесін, бет бейнесін көрсетіп қойды да. Адам мына кедей кезде енді көрсете алмайды ғой, кім екенін, көкірегін көтере алмайды. Байыған кезде көтереді да, бүйтеді ғой. Мысалға, адам байыған кезде пейілі тарылады дейді да. Жоқ, ол дұрыс емес, дұрыс ұғым емес, ол негізі. Адам өзі бастапқыда қандай ішкі жан дүниесі да, кейін байығаннан кейін сол нәрселер шығады деп ойлаймын менші. Если өзің туылғаныңнан туа біткен мінезің кең, пейілді, ашық, жарқын болсаң,
байыған кезде де сондай боласың деп ойлаймын. Просто анандай ішіндегі сараңдық бар адам, ол байыған кезде де соны байыған кезде соны айқын көре аласыздар да. Сол үшін айтады ғой, байығаннан кейін пейілі тарылып кетті деп сөйтіп айтады. Бірақ та дей тұра мен намаз оқыған кезде сұраймын, Алла байлық бер, бақ бер деп сұраймын ғой. Енді бай болған несі жаман, жақсы ғой. Байлық бер, бақ бер, бірақ жаңағыдай пейілімді алма деймін. Пейілімді алсаң берме деп сұраймын да ше. Үнемі солай сұраймын. Солай адамдарға көмектескім келіп сөйтеді, көбінесе елестетіп, анаған мынандай қылсам, мынаған бүйтсем деген сияқты ше. Енді байсықты сол немізден таймайық. Иншалла, Алла бұйыртса ол күнге де жетейік. Солай. Жалпы солай. Айтайын дегенім. Тағы бір нәрсе айтайын деп тұрған едім, ұмытып қалдым. Сол уже боянып тастадым, сіздермен әңгіме айтып тұрып ше. Ерніңізді бояйық. Бір-ақ сағат қалыпты ғой баруға. Бауыржанға звондап қайтпау керек. Тезірек. Мына помада болғаннан кейін қатты шығаруға болмайды ше. Сынып қалады. Айтқандай, осы жерде бір жақсы маңызды әңгіме айтып кетейінші. Ораза айы ғой, бүгін соңғы күні. Ой. Көп адамнан естіп жатамын да мен. Неге мен оған беруім керек? Садақада, садақа бір нәрсе. Мен оған беруге міндетті емеспін. Мысалы, жағдай нашар, жағдай төмен, көп балалы, сондай адамдар көп қой. Нанды қарызға алып отқан адамдар, тамақты қарызға алып отқан адамдар көп қой. Қазіргі заманда бізде көп айлықтан айлыққа сөйтіп отырғандар ше. Сондайларға мысалға көмектесу керек, садақа беру керек деп атса, айтады ғой, мен не үшін көмектесуім керек, мен оған міндетті емеспін, барып жұмыс істесін деп айтады. Оны айтар едім, тек имансыздар айтады. Имансыздар, өйткені Алла тағала Құранда әрбірімізге мұсылманмын деп жүрген адамдарға айтқан, если жаңағыдай Алланың беріп атқан ырзығы сен бөлуге, олармен міндеттісің, ол сенің тікелей парызың. Алланың алдында да, адамның алдында да сенің тікелей парызың. Сен міндетті түрде одан кейін ол саған ол сауап берген жазылады. Ана дүниеде де ескеріледі, мына дүниеде де ескеріледі. Садақа деген қауіп қатерден сақтайды екен. Мысалға авария болайын деп тұрсаңыз, или болмаса балдарыңызға бір нәрсе болайын деп тұрса, садақа берсеңіз, сол садақа жуып шайып жүреді екен. Сондай қауіп қатерді алдын ала болайын деп жатқан жаман нәрсені қайтарады екен. Ол бір ма, екінші сіздің ол тікелей мұсылман ретіндегі міндетіңіз, парызыңыз. Даже исламда бар, если қызығатын адамдар болса, кіріп іздесеңіздер болады. Тауып жатқан табысыңыздың бір определенный бір суммасын, бөлігін, пайызын сіз бөліп беруге, таратуға міндеттісіз. Оны әрбір мұсылман білу керек, біледі деп те ойлаймын. Солай достар, кем болайық, кем болмаймыз, кең болсақ кем болмаймыз, бір-бірімізге көмектесейік. Сол ғой енді. Содан кейін осы жерде айта кетейінші, маған кеше біреу жазып жіберіпті, Каспий голдыңызды жазып жіберіңізші, көмектесейік, жаман ойламаңыз просто дейді. Сондай жазып жіберіпті да. Сізге көп рахмет, үлкен рахмет, ниетіңізге Алла берсін сізге. Жоқ, бізге мен енді прям менде ішетін асым бар, киетін киімім бар. Алла тағала 12 мүшемді берген. Балдарымызға өзіміз жаңағы керекті нәрсесін самый необходимый ғой. Үлдемен бүлдеге орамасақ та тауып бере аламыз. Қазір тісін жылдыруға баратырмыз, оны да емдейміз. Барлығы жақсы болады. Сондай адал ниетіңізге, сөйтіп неткен ниетіңізге көп рахмет сізге. Көптен көп рахмет, мың алғыс, басым дейіп алғыс айтамын. Мен үшін алаңдамай қойыңыздар, бәрі жақсы. Ешкімнен ештеңе сұрау мақсатында емес, тек бір-бірімізге көмектесейік, бір-бірімізге мейірімді болайық. Жаңағы қай жағынан айтып, информациямен бөлісіп, өстіп істеу керек екен деп кішкене. Сол үшін айтқанмын ғой мен, сол үшін айтып жатқанмын. Ал садақа, ол садақа дегенді шынымен де нуждающий дейді ғой, қазақша қалай айтады, мұқтаж жандарға беру керек.
Ондай жандар бізде Қазақстанда өте көп. Күйеуі жоқ, жесір әйелдер көп, бала шағалы, өте көп. Сондай адамдарға беру керек деп ойлаймын. Менің күйеуім бар, Аллаға шүкір, өмір жасы ұзақ болсын, күйеуімнің денсаулығы мықты болсын, өзіміз табамыз. Сол рахмет сіздерге. Ары қарай да жазайын де, может осыған қосамын ары қарай түсіргенімді. Может бұл видеоны бөлек шығарармын, себебі ұзақ болып кетеді ау деп жатырмын. Бұны бөлек шығарамын, ары қарай көріңіздер. Келесі қалай айтам, былай тұрады. Келесі роликті түсірем, тағы да түсірем, сосын түсіріп болғаннан кейін жіберетін боламын. Қазір стоматологияға барып жұлдырып, содан кейін барып жіберемін сіздерге. 1 сағат қалды. Тез шығайық, күйеуіме звондап шақырайын. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, кездескенше.